Instagram, TikTok'ta ашып қалсам болды, осы компот алдымнан қайта шыға берді. Қазіргі хит болып жатқан компоттардың бірі. Сонымен қой мен де жасап көрейін деп шештім де бастап кеттім. Ең алдымен осылай 4 немесе 5 алманы алдым да, жақсылап жуып, артық жерлерінен тазалап, осылай видеода көрсетілгендей бірнеше тілімшелерге бөліп алдым. Шикіде 2 қызылшаны алып, сыртын тазалап, жуып, аршып, осылай алма секілді бірнеше тілімшелерге бөліп, бірдей турап алдым. Кейбір жақтарда мейіз дейді, кейбірлері кишмиш дейді. 200 немесе 150 грамдайын алып, жақсылап жуып алып, осы компотымызға қосамыз. Содан кейін 2 немесе 3 үлкен ас қасықпен қантымызды қосып, немесе нават қоссаңыздар да болады. Осының үстінен суықтай су құямыз. Компотымыздың суы қайнағаннан кейін 20 минуттай орташа отта қайнатамыз. Компот дайын болғаннан кейін барлық жемістерін жеке сүзіп алып тарелкаға, қалғандарын үйде бар графиндерге құйып алдым да, ал сыймай қалғанын бутылкаларға құйып, осылайша холодильникке салып тастадым. Расымен де бұл денсаулыққа пайдалы, өте керемет компот екен, себебі құрамындағы алма, қызылша, кишмиш барлығы гемоглобинді көтеруге өте пайдалы. Отбасыма қатты ұнады, бала-шағам да мәз, жолдасым да мәз, барлығымыз тойып ішіп алдық. Әрине ең көп бөлігін жолдасым ішіп қойды. Жаздың ыстық күнде сіздерге де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын.